Шынымен ақ мүмкін қазіргі батыстан келіп жатқан сондай үлгілерде бар шығар. Кейбіреулер яғни өз бетіңмен жүр, жасың 18-ге келгеннен кейін ата-ананың жанынан көшіп кет. Мүмкін сол бір тәрбиелер кейбір азаматтарымызды өз-өзін андай орыс тілінде самостоятельно дейді ғой, өз-өзін жеке басын алып жүруді, жеке басының қадірін білуді, жауапкершілікті сезінуді үйрететін шығар, бір қандай да бір орныменен. Мүмкін сол батыстың осындай бір үлгілері, сол жанұя мәселесіне келгенде әркім өзімен өзі болсын, ата-ана баласына тек қана бір белгілі бір дәрежеде ғана әсер етеді, қалған дәреженің бәрінде балалар өзі таңдасын дегендей қатты әсірелеп жіберетіндері бар. Әйтсе де әр жердің өзінің, әр ұлттың өзінің дәмі бар, әр діннің, әр халықтың өзіндік бір реңі бар демекші. Біздің қазақ халқының осы адам өміріндегі тәрбиелеу, баланың тәрбие алу мектебі болып саналатын отбасы бұл негізгі нәрсе. Өйткені біздің қазақта сондай сөз бар, отбасын біз ұя деп те айтатынымыз содан, жан ұя деп. Сол үшін болса керек, жаңағы ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілесін деген мақалды халқымыз қалып айтпаған, бекер айтпаған. Өйткені ұяда көресін демекші, осы отбасында көп адам, ата-аналар өзінің баласына тәрбиені дұрыс бере білуі. Сол жердегі алған ең алғашқы өмірге деген ой пікір, көзқарастары, әдеттері, жүріс-тұрыс, заңдылықтары, мінез құлқы бәрі отбасынан дамиды. Осы кездегі ең алғашқы кезде ата-ана осы ұл балаға, қыз балаға не береді, соныменен бір қандай да бір өмірін сүретіндей болып әсере алатындығы ол рас нәрсе.